Сәлем достар, бүгін сіздермен оңай дайындалатын және де әрі дәмді болып шығатын тіске басардың рецептімен бөлісемін. Бұл рецепт үшін бізге сыр қажет. Мен осындай Комо фирмасының сметанковый сырын қолданамын әрдайым. Ол өте дәмді және де лаваш қажет. Осы біз лавашымызды осылай полоска қылып турап аламыз. Полоска қырып турап, ортасына салмамызды саламыз. Менде обычный сыр және де екінші сырға осылай мен көкпиязды қостым. Екі түрлі қылып жасадым. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Ортасына осы салмамызды саламыз. Әдемілеп салып, үш бұрышты конвертиктер жасаймыз. Видеодағыдай қарап жасаңыздар. Менде мына жерде кішкене не получалось, но я сделала. Ішіне көп салмаға салып жүргендіктен сәл-сәл қиындау болды. Осылай үш бұрыш қылып жасаймыз конвертики. Одан соң былай бері қарай аунатамыз, одан соң былай бері қарай видеодағыдай жасап шығыңыздар. Қаншауы керек, сонша жасаңыздар өздеріңіздің қалауларыңызша. Осылай қызып тұрған табамызға мен кішкене оливковое масло жақтым. Сары майы жақсаңыздар да болады. Күйіп кетпес үшін 2 минуттан екі жағынан қуырып тұрамыз. Қуырып аламыз да. Мына жағын 2 минут, келесі жағын осылай 1-2 минут тоже аударып аламыз. Ішіндегі сырымыз жылы болып ерітіліп, плавленый состояниеға жеткенше қыздырамыз. Осымен дайын. Біздің сырный конвертики деп аталады бұл тіске басардың аты. Өте дәмді, нәзік, сондай ауызда еритін керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберсеңіздер өте риза болып қаламын.